Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, жұп-жұқа әрі ажурный болып шығатын кереметтей құймақтарды пісіретін боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Жасау жолы өте оңай, 15-ақ минуттарыңызды алады. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Үстінен 4 ас қасық қант, егер тәтті болғанын қаласаңыздар 5 ас қасық қоссаңыздар болады. Шым-шым тұз салып, венчиктің көмегімен ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстінен жылы сүтімізбен 3 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Сүттеріңіз міндетті түрде жылы болу керек. Араластырып, үстінен ұнымызды салып, іртік түйіршік болмайтындай жақсылап араластырып шығыңыздар. Біркелкі масса болғанша араластыру керек. Үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Ыстық суды құйған кезде тез-тез араластырмасаңыздар, қамырларыңыз пісіп қалуы мүмкін. Мінекей достар, бізде құймақтардың қамыры осындай сұйық болуы керек. Ал енді пісіруді бастаймыз. Ол үшін табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Бетін сұйық маймен майлап, бір ожаудай құймақтарымызды құйып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Оттарыңыз міндетті түрде асты қатты болып тұру керек. Сол кезде құймақтарыңыз ажурный болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, бетінде осындай тесіктер пайда болып, ажурный болып жатыр. Қараңыздаршы, құймақтарымыз өте әдемі болып пісіп жатыр. Аударған кезде ақырындап аударыңыздар. Дәл ортасына түссеңіздер, әдемі болып шығады. Міне, осылай аударып аламыз. Біздің құймақтар дайын болды. Осындай әп-әдемі жұп-жұқа ажурный болып шықты. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ортасына кез келген начинканы қосып жей берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.